Мына жерде мындай Next тұр газель. Так, 4,5 метрлік шатаспасам. Так, объем 2,7, газ бензин өзінің моторы. 70.400 жүрген екен, 7 миллион 650-ге тоже банк арқылы апарып кетуге болады екен. Ішін былай көрсетіп жібере салайын. Оның қасында тағы бір газель тұр. Енді бұл газельде 3UZ деген мотор тұр екен. 4/3 дедің ғой, 4/3 деген коробкасы автомат. 4/3 253 мың жүрген екен, 10 миллион 700 мың теңгеге. Mitsubishi L200 375 мың жүрген екен, 9 миллион 650 мың теңгеге. Пикап іздеп жүргендер болса қарасаңыздар болады. Оң қасында тағы бір L200. Жаңалау 2023 жылға 2/4 объем дейді. 14 миллион 700 мың теңгеге дейді. 68. Вообще нулевой ғой, 68 километр болса. Оң қасында мынау 300 ғой. Мынау 200 ма? Алдына қарап. Так, мынау Toyota 200 2019 жылға 38 миллион теңге сатты. 99 мың 600 километр жүріп тастапты. Оң қасында міне 150 тұр. 150 айдың бағасы 22 миллион 250. 55 мың пробег жүріпті. Оң қасында міне тағы бір 150 бар. Бұның бағасы 28 миллион 300 мыңға дейді. Мына жерде телефон нөмірі бар, тағы да былай көрсетіп кетейін. Егер қызық болса хабарласуыңызға болады. Осы автомеркітке. Так, мынау не қода? Montero Sport па мынау? Мына Pajero Sport 22 миллион дейді. 22 миллион 50 мың теңгеге. Нулевый вообще жүрмеген, 30 километр жүрген тек. Так, мынау Fortuner да, 2022 жылғы Fortuner 4279 километр жүрген екен, 20250 сұрап тұр екен. Оң қасында Honda Element қода 2005 жылғы. Объем 2/4 газ бензин, 4 миллион жарымға. Первоначальный взнос 30% көтті жерде. 30% первоначальный взноспен банкпен оформить етіп алуға болады. RAV4 2020 жылғы 39.199 дейді пробегі, 14 миллион 100. Первоначальный взнос 10%пен. 2013 жылғы Highlander 152.873 жүріп сатты. 13 миллион 500 мың теңгеге дейді. Бұлар да уже торг жоқ, осы тұрған сумы уже әлі тағы торговать етеді. Торг бар дейді. RAV4 2016 жылғы RAV4 бензин газ жоқ. 87 мың жүріпті, 11 миллион 400 мың теңгеге дейді. Оң қасында Tucson ба? Tucson 2013 жылғы газ бензин 7 миллион 200 мың теңге дейді. Объем двойка. Оң қасында Nissan X-Trail 2005 жылғы 220 мың пробег жүріп тастапты, 4 миллион 100-ге дейді. Мынау Creta ғой. Hyundai Creta 2020 жылғы газ бензин 1/6, 10 миллион 200 мың теңге дейді. Тағы бір Creta тұр. Солай. Creta'ның бағасы 8 миллион 700 мың теңгеге. 2018 жылғы. Honda HR-V деген 2021 жылғы. Объем 1/8, пробег мильде дейді. 16.890. 11 миллион 700 сұрап тұр екен. 2014 жылғы 137.648 пробегте 6 миллион 150 дейді. Так, мына жерде Expander ме дейді. ASX Mitsubishi ASX дейді. 2023 жылғы. Объем 2, тоже новый екен, 54 километр дейді. 15 миллион 850-ге.
Так, оңғасында Captiva Chevrolet 2022 жылғы. Тоже почти в масле. Оның қасында тағы. Так. Mitsubishi ASX тағы да 2022 жылға. Газ бензин 1480 км жүрген екен. 13 миллион теңгеге дейді. Жап жаңа деп жазып қойыпты, New деп. Santa Fe автокөлігі 2014 жылға 10 миллион 200 мың теңгеге, 183 мың пробегте, объем 2.4 екен. Hyundai Palisade па мынау? Мынау Mufasa. Hyundai Mufasa деген автокөлік екен, 2023 жылға. Жап жаңа автокөлік 32 км жүрген, 16 миллион теңгеге. Объем 2. Алдынан қарасам, шама Palisade'ге ұқсайтын шықты екен. Міне Expander. Expandердің бағасы 12 миллион теңге 2023 жылға. Бұл да новый екен, 53 км жүрген.